Армысыздар, құрметті менің тыңдармандарым. Бүгінгі видеода біз адам организмінің шлакқа толғанын қалай білеміз және одан қалай құтылуға болатынын айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қарап, өте пайдалы ақпараттарды жіберіп алмаңыз. Шлактың улы заттың ағзаға жиналуына түрлі дерттер себеп болады. Біз ауырған кезде түрлі ем қабылдаймыз. Одан бөлек өз бетімізбен дерттерімізге шипа іздейміз. Ағзаға түскен инфекция, вирус дәрілермен емдеуге болады. Шлак сол күйінде қалып қояды. Ағза сауыққан кезде бойыңыздағы шлакты өз бетімен емдей алады. Бірақ кей кезде ағзаны шлактан тазалау үшін біздің көмегімізді қажет етеді. Қанша сағат ұйықтасаңыз да ұйқы келіп маужырап жүресіз бе? Онда мұның себебі бар. Аталған жағдайлар ағзаңыздың шлакқа толғанын байқатады. Құрметті тыңдармандар, менің арнама тіркеліп лайк басып қолдап кетулеріңіз мен үшін маңызды. Сіздердің кішкене ғана әрекеттеріңіз пайдалы видеоларды сіз үшін шығаруына шабыт береді. Шлак ең алдымен бауыр мен бүйректі жаулайды. Өзіңіз білетіндей, бұл екі ағза да тазалаушы қызмет атқарады. Бауыр адам ағзасындағы ең маңызды мүше. Оның қызметін басқа ағзалар атқара алмайды. Егер бауырдың саулығы нашарласа, бүкіл ағзаны әлсіретеді. Алдымен тері нашарлайды, бетіңізге дақ басады, ауыздан жағымсыз иістер шыға бастайды. Бауыр бірден ауырмайды, алдымен шлак толады. Уақытында тазаламасаңыз, соңы түрлі дерттерге алып келеді. Сондықтан да айықпас дерттің алдын алу үшін бауырды шлактан тазалаңыз. Ең алдымен іш қатуды болдыртпауымыз қажет. Іш қатуды болдыртпау үшін қарапайым ғана әдістерді қолданған дұрыс. Ішті жүргізетін арнайы дәрілерге құмартпаңыз. Бүгінгі видеодағы әдістерді жасасаңыз, бүгінгі күннен бастап сіздің көңіл күйіңіз көтеріліп, ағзаңыздың тазарғанын байқайсыз. Видеоның соңына дейін қараңыз, өте қызықты ақпараттар болады. Ауру астан демекші, күнделікті ішіп отырған тамақтарыңыз дұрыс болмаса, іш қатуға алып келеді. Таңертеңгі астан бастап дұрыс тамақтануға көшуіміз өте маңызды. Ол барлық ауруларды жеңуге көмектеседі. Ең алдымен таңертеңгі асты ішпес алдын асқабақ дәнін жеуге кеңес беремін. Асқабақ дәнімен 1000 түрлі дертке шипа болатынын білесіз бе? Нақты холестерин деңгейін түсіреді. Жүрек ауруларының науқастарының асқабақ дәнін үзбей жеуге кеңес береміз. Өйткені бұл дәннің қандағы холестеринді төмендетіп, тромбтың түзілуін реттейді. Құрамында фосфор, мыс, темір элементтері арқасында қаназдық пен атеросклероз ауруларының айықтырады. Қатерлі ісіктердің алдын алады, қандағы қанттың мөлшерін реттейді, ерлердің денсаулығын жақсартады, артық салмақтан арылтады, көңіл күйіңізді көтеретін ішектегі құрттарды тазалайды, буын ауруларын қорғайды, суыққа қарсы күресуге күшке ие асқабақ дәні буындарға тұз байлануды болдырмайды. Сондай-ақ несеп жүргізу артық тұздарды шығарып тастайды. Ішек құрттарды тазалайды. Асқабақ дәні құрамындағы куркубитин амин қышқылы ішек құрттардың нағыз жауы. Ағзадағы кез келген құрттан асқабақ дәні жеу арқылы оңай құтыласыз. Іш қату кезіндегі токсиндердің жиналуымен осы ағзадағы ішек құрылыстарымыз уланып, осы инфекциялар мен ішек құрттардың пайда болуы дамиды. Бауырдағы майды артық салмақтан арылмастың алдында осы ішіңіздің дұрыс жүруін қамтамасыз етуге кеңес беремін. Таңертеңгі осы асқабақ дәнін жеуден бастағаннан кейін жарты сағаттан кейін ыстық суды қабылдауға кеңес беремін. Ыстық су өте пайдалы. Өтті сұйылтады. Өт қабын тарылудан, бітелуден, қисаюдан қорғайды. Асқазан ішек жолдарының қызметін жақсартады. Асқазан қышқылдығын қалыпта ұстайды. Ішекті, асқазанды түрлі қалдықтардан тазалайды. Осы ауыз қуысының басты іштегі микрофлорасын өлтіреді. Зат алмасу процесін реттейді, қанды тазартады, іш қатуды жояды. Осы аурулардың барлығын емдейтін осы ыстық су. Ыстық су ауызды күймейтіндей ыстық сумен таңғы ас ішерден жарты сағат алдын
қабылдаңыз. Судың температурасы ауыз бен таңдайдың күймейтіндей температура шамасында 40-50 градус шамасында болуы қажет. Үшіншіден, қанттан мүлдем бас тартыңыз. Қант мәңгілікке бас тартатын өнімдердің бірі. Өйткені оның адам денсаулығына зиянды тұстары өте көп. Қант сіздің иммунитетіңізді әлсіретеді, бактериялық жұқпаларға қарсы күресуді төмендетеді, бүйрек ауруларына шалдықтырады, ағзадағы хром микроэлемент жетіспейтін болады. Біздің бауырымызға өте қажетті микроэлемент. Сүт безі, қуық асты безі қатерлі ісіктеріне әкеліп соқтырады. Глюкоза мен инсулин мөлшерін көбейтеді. Кальций мен маг бойыңызға сіңуді бұзады. Кальций мен магний біздің сүйекті буындарымызға өте қажетті дәрумендердің бірі. Көзіңіздің көруін төмендетеді, қан құрамындағы гемоглобинді көбейтеді. Гемоглобин көбейеді, бірақ қан аздық туындайды. Май басқан бауырдан, ағзадан арылғыңыз келсе, таңертең майды дұрыс қабылдаңыз. Қойдың құйрық майы, таза сары май, немесе қайнатылған сорпалар таңғы асқа ішуге болады. Таңертең ет жейтін болсаңыз, етті шөпті жапырақтармен жеген дұрыс. Әсіресе салат жапырағымен етті қабылдайтын болсаңыз, ішіңіз жақсы жүріп, шектеріңіз майланып, өттің дұрыс жүруіне жағдай жасайсыз. Ішкі құрылысымыздың жақсы жұмыс істеуі үшін массаж жасау арқылы іштің қатуын, ішек құрылыстарының бұлшық еттерін жақсартуға болады. Біздің бүкіл ағзамыздың саулығы ішектеріміз жұмысымен тығыз байланысты. Астан қалып қойған қалдықтарды дұрыс тамақтанбау жағымсыз токсиндерді түсіп, бірнеше ауруларды өзімізге дос етіп аламыз. Ұйқысыздық, бас ауруы, қобалжу сынды жайсыздықтарды ішектің бізге беріп жатқан белгісі деп қабылдаңыз. Ал егер іш қату жиілейтін болса, бұл сіздің ішкі ағзаларыңызға көмек керек екендігін білдіреді. Ең маңызды ақпараттардың бірі осы таңғы аста майларды жеңіз, майды май алады дегенге кері ұғым ойлап қалмаңыз. Майды ол май қалай алады? Май ол бізге ағзамызға зиян емес пе, холестериндерді көбейтпейді ме деген ұғым болуы мүмкін. Бұл холестерин адам ағзасына өте қажет, бірақ көбейіп кетпеу керек. Холестерин қалыпты жағдайда болса, холестерин ағзамыздағы клеткалардың құрылуына көмектеседі. Гормондардың дұрыс жұмыс істеуі үшін холестерин біздің ағзамызға қажет. Бірақ ол холестерин көбейіп кетпеу керек. Холестериннің шығуы созылмалы аурулардың салдарынан пайда болады. Осы кезде холестерин көбейіп кетеді. Холестеринді төмендететін көптеген дәрілерді қабылдамауға кеңес беремін. Өйткені ол холестериндерді төмендететін дәрілер мүлдем холестеринді жойып тастаса, біздің адам ағзасындағы клеткаларымыз қалыптаса алмай, гормондарымыз дұрыс жұмыс істей алмау қалуы мүмкін. Егер күнделікті көп терлейтін болсаңыз, қан қысымыңыз болмаса, теңіз тұзын аз-аздан сорып жүруге кеңес беремін. Теңіз тұзын кешкісін сорып жүрсеңіз, бұл теңіз тұзы асқа деген тәбетіңізді тежейді. Әрі көп терлеген кезде біздің ағзамыздан шығып кететін тұздарды, яғни натрийдің орнын толтырып отыратын осы теңіз тұзы. Тұз адамға өте керек. Күнделікті асыңызды таңғы, түскі, түс қайтағы асты ішіп болғаннан кейін, бір жарым сағаттан кейін ыстық су, яғни таңдайыңыз бен тіліңіз күймейтіндей 40-50 градустағы ыстық суды қабылдауға кеңес беремін. Бұл ішектердің жұмысын жақсартып, бауырдағы майларды кетіруге, артық салмақтан арылуға өте жақсы көмектеседі. Мен айтқан кеңестерім сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Ауырмаңыздар, ем болсын. Менің арнама тіркеліп, подписация кнопкасын басып кетуді ұмытпаңыздар.